Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Меккеде 14 жыл немен күресті білесіңдер ма? Ширкпен күресті. Шариғат әкелген жоқ Меккеде, тек қана таухид. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, қараңыздар, Кағбаның іші пұтқа толып тұрды, барып тауап жасай берді сахабалар пайғамбарымыз. Өйткені ол Кағбаның ішіндегі пұтпен күрескен жоқ пайғамбарымыз, мына жердегі пұтпен күресті. Түсінікті? Санадағы пұтпен күресті ол. Қағбадағы пұтты құлатқанмен не пайда, сенің мына жеріңде пұт құламаса. Сол үшін пайғамбар бірінші адам тәрбиеледі. Адамның санасын бүкіл пұттардан арылтты. Кейін өздері барып құлап тастады. Мысалы, демек пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам Құрайыштар не істеді? Саған Құрайыштың ең сұлу қызын берейік, саған бүкіл байлықты берейік, атақ берейік, мансап берейік. Мына бір құдайға табынуыңды, бір құдай деуіңді қоя салшы деген ғой. Сол кезде пайғамбар мына қолыма айды, мына қолыма күнді берсеңдер де мен қайтпаймын дейді. Өйткені таухид исламның негізі. Сол үшін біздің көп дұғаларымызда да, Құранда да қайта жиі айтылатын нәрсе таухид. Ла шарика ла. Түсінікті?